Ассалаумағалейкум достар, бүгін бізде Қазақстан премьер лигасы аясындағы Шымкенттік Ордабасы және де Жезқазғаннан келген қонақтар Ұлытау футбол клубтарының арасындағы матчты бірге тамашалайтын боламыз. Ендеше бірге болыңыздар. Ордабасы өзінің алғаш шабуылдарын бірін ұйымдастырып көретін болады. Тамаша пас, Халматов. Пас сәтсіз болды. Дегенмен де ойындағы алғашқы бұрыштама добы. Халматов өз допты айлан асырды. Әуеде талас, дегенмен де Мудрактың қақпаға бақтаған соққысы қақпадан биік кетіп отыр. Ордабасының алғашқы шабуылы, алғашқы қақпаға бағытталған соққы осылайша голсыз аяқталып отыр. Неге достар, ойын басталып кетті, Ордабасы жап-жақсы бастады. Құрамға келетін болсақ, Ордабасы мүмкіндігінше оптималды құраммен алаңға шығып отыр, ешқандай ойыншыда жарақат жоқ. Және бүгін нәтижелі ойын көреміз деген үміттеміз. Абубакар допты оң қапталға Сергей Малыға ауыстырды. Сергей Малый, тамаша пас Халматовқа. Және айланы пас асырар екен. Асырылды. Және керемет мүмкіндік Паулиньода болған дегенмен баспен қақпаға бақтан соққысы қақпадан биік кетіп отыр. Және оған келіспейді. Бұрыштама деген пікірде Паулиньо, дегенмен шабуыл осы тұста аяқталып отыр. Дмитрий Непогодов, Ордабасының экс-ойыншысы, ойынды іске қосатын болады. Төріші шалды Антич, соққы қақпадан биік кетіп отыр. Шабуылы оң қапталар Сергей Малый. Халматовқа пас, Халматов. Соққы, Непогодов өз орнында. Халматов допты айлан асырды, өте талас. Жимо, керемет бүгіндікті мүлт жібер, дегенмен бұл жерде ойын ережесі бұзылған екен. Орда кезекті шабуылы. Оң қаптал Мүслімбек Астанов. Айлан асырған пас, соққы! Античтің керемет соққысын Дмитрий Непогодов сәтті қайтарып отыр. Эвертон сол қапталда Ордабасының кезекті шабуылы. Античке тамаша пас. Антич. Сұлтанбек Астанов соққы орын алған жоқ. Керемет шабуыл аяқсыз қалып отыр. Достар, бізде ойынның 30-шы минуты артта қалып отыр. Ал футболда білесіздер 90 минуттан, яғни 30 минуттың үшеуі. Алғашқы таймның аяқталуға шамамен 10 минуттай уақыт қалды, есеп әлі де 0-0. Ордабасыда екі мүмкіндік болды. Оның бір тіпті 90% гол болуы мүмкін еді. Никола Античтің баспен бақтаған соққысын Непогодов қайтара білді. Жалпы алғашқы таймда атап өтерлік тек осы екі шабуыл ғана, яғни Ұлытау қорғаушыларының сәтті ойын көрсетіп жатқандығын атап өткіміз келеді. Доп Жимоның қолына тигендей болды, дегенмен де қазір VAR қарайтын болады. Төрешінің шешім күтетін боламыз. Пенальти! Ұлытау ойыншылары алғашқы таймның соңғы мүмкіндіктерінде пенальти тебуге мүмкіндік алып отыр. Пенальтиді сәтті орында Ұлытау ойыншылары алға шығып отыр. Дмитрий бұл пенальтиді қайтара алмады. Достар, мінеки бізде ойынның алғашқы тайм аяқталды, есеп 0-1. Әзірге Ұлытау ойыншылары алғашқы таймның соңғы минуттарында пенальтиді сәтті орындап Таразбас өздеріне қарай бұрды. Дегенмен де шымкенттік жігіттер жігерлерін бойдарына жинап, екінші таймда Ордабасының камбэкін күтеміз. Достар, бізде ойынның екінші таймы басталды. Тартысқа, қызыққа толы ойын күтетін боламыз, және де Ордабастан камбэк күтеміз. Эвертон, керемет пас, Инмадзе, ортаға пас, және бұл пасың өтетіндігін Паулиньо күтпесе керек. Керемет мүмкіндік мүлт кетіп отыр. Рашид тағы доппен оң қапталға пас. Айвалана кіру мүмкіндігін іздеуде, және айвалана асырылған доп, дегенмен де Ордабасы ойыншылар табылмады. Шабуыл жалғасуда, керемет соққы Паулиньо, және Антич!
Антиш Непогодов қайтарған допқа бірінші жеткенімен де қақпаға соққы бақтауға мүмкіндік болмады. Непогодов тағы да өз кедергісін келтіріп, керемет шабуылдардың бетін қайтарып отыр. Есеп әлі де 0-1. Әрине Ордабасы ойыншылар допқа көп иелік етуде, дегенмен де айыбалғаннан кіру мүмкіндігін табалар емес. Және тағы да бір пас. Қорғаушылар келген доптың барлығын кері қайтарып жатыр. Соққы болар ма екен? Соққы! Жанкүйерлер ойыншылармен бірге Ордабасы деп өзінің ойыншыларын жігерлендіруде, және осы жанкүйерлер үшін жігіттер намысын қолдан бермей керекті нәтижеге қол жеткізеді деген үміттеміз. Ордабасы сол қаптамен шабуылдап кірді. Андич топты айбан асырды, және қорғаушылар тағы да тас қамал бекіністе кез келген шабуылдың бетін қайтаруды. Иннадзе және Нұралы әріптестер іздеп артқар. Иннадзе арқылы шабуыл жалғастыруда. Иннадзе өтті. Зикролла. Антиш ұзағынан созылған Ордабасының шабуылы қауіпті сәтпен голмен аяқталар екен. Сергей Малый ортаға ойыстық. Пас! Және бұл жерде допты қақпаға бағыттап жіберер ешкім табылмады. Қалмат допты айбан асыратын болады. Керемет мүмкіндік. Және әуеде талас. Соққы Нұралы. Гол! Ары қарай жол жоқ, дегенмен керемет пас. Тұңғышбаев баспен соққы. Нұралы қайшылай тебермекен. Және бұл жерде ойын ережесі бұзылды деген шешім шығарып отыр. Футболының аңызы Жасұлан Молдақараев. Модрич дейсіздер ме, Роналду дейсіздер ме? Міне бізде қазақта Молдақараев премьер-лигада әлде өнер көрсетуде. Еркебұлан Тұңғышбаев және ортаға пас. Чанаджи соққы! Дегенмен де Дмитрий Непогодов өз орнынан табыла білді. Қалматов допты айбан асырды. Әуеде талас. Непогодов тағы допта бірінші. Ордабасы ойыншылары да, жанкүйерлер де төрешінің бүгінгі ойындағы шешімдермен мүлдем келісетін емес. Тіпті балағат сөздері жанкүйерлер тарапынан кетіп жатыр. Ойынның негізгі уақытында қосымша 6 минут қосылғалы тұр. 6 минутта Ордабасы кем дегенде Тараз басын теңестіріп кетеді деп сенетін боламыз. Иннадзен керемет айбаны пас күтеміз. Және пас асырды. Малый допқа жете алмады. Және Непогодов әдеттегідей ойыншыларына ұрысқандай болып, ары қарай жылжып, бері қарай жылжып уақыт созуда. Мінекей достар, осымен бізде ойын аяқталды. Есеп 0-1. Жезқазғандық қонақтар бұған дейін премьер-лигада жеңіс дәмін татпаған, тек қана 2 ойында тең ойнаған команда чемпиондыққа үміткер Ордабасының алаңында жеңіске жетіп отыр. Өкінішті. Например, сегодня Ордабасы владела преимуществом, нам пришлось больше играть в обороне, но мы были готовы к этому. Я никогда не комментирую, во-первых, действия судей, это все-таки их работа, сколько было игр, когда и там, чтобы мы били пенальти, не давали эти пенальти. Опять же, я не знаю, были или не были. Очень жаль, что соперник был больше заряжен на эту игру, нежели мы сами. Возможно, не угадал с первыми 11, с которыми выбрал. Возможно, не достучался до игроков в плане настроя. Хотя говорили всю неделю, что самый важный матч. Против таких команд нужно настраиваться, против таких команд нужно отдавать всего себя, 100%. Наверное, что-то до игроков не дошло. Может быть, кто-то рано подумал, что в футболе можно играть на классе. Хотя говорили перед игрой, что класс не дает тебе никакого преимущества. И класса как такового
класс есть на другом уровне в мировом футболе. Ну, тут нужно каждый день доказывать, что ты лучше, чем соперник. И каждый день выходить на поле, сражаться, биться за эту футболку, за этот клуб. Иначе будем делать выводы. Впереди лето, нужны усиления. Есть у нас группа игроков. Если не понимают, если не принимают требования, значит, с кем-то надо будет прощаться. Таков футбол. Здесь должны остаться те, которые будут драться за этот клуб. Достар, осымен бізде ойын өз мәресіне жетті. Көргендеріңіздей Ордабасы жап-жақсы мүмкіндіктерге ие болғанымен де 90 минут бойы шабуылда болғанымен де гол соға алмады. Есеп 0-1. Ұлытаудың пайдасына ойын аяқталды. Ордабасы керемет ойындар көрсетіп, жеңісті сериясын бастаған еді, дегенмен де бүгін сүрініп отыр. Дегенмен де біз Ордабасын қашанда қолдаймыз. Шымкенттік клубпен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Шыңғыс Қанатұлы. Арнаға жазылып пікір қалдырып кетіңіздер. Келесі кездескенше.